Ассалаумағалейкум, барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видеомда Орал қаласындағы кей-поптың жанкүйерлеріне арналған FT Entertainmentпен танысатын боламыз. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен кіргеннен кейін міндетті түрде аяқ киімді ауыстыру керек. Немесе аяқ киімімізді шешіп кіруіміз қажет. Кеттік олай болса. Барлығыңызға сәлем. FT Entertainment, барлығыңызға сәлем. Мұнда не болып жатыр, дайындық па? Барлығыңызға сәлем. Дәл қазір менің жанымда FT Entertainment'ің негізін салушы Бақтияр мырза отыр. Ассалаумағалейкум, Бақтияр мырза, қалыңыз қалай? Уағалейкум салам, өте жақсы. Өзіңіздің қалыңыз қалай? Рахмет, шүкір, жақсымын. Ең алдымен өзіңізді толық таныстыра кетсеңіз. Менің есімім Ажгереев Бақтияр. Мен осы Орал қаласындағы кей-поп толқындарының негізін қалаушысының бірімін деп айта аламын өзім. Енді осы FT Entertainment'ың негізін қалаушымын деп жаңа айтып кеттіңіз. Олай болса, тарихына тоқтала кетсек. Тарихына тоқтала кетсек, 2017 жылы Орал қаласында кей-поп толқыны әлі де ондай көп қайсақ болады. Дамыған жоқ, өте популярны емес, поэтому осындай көзқарастар әлі өзгермеген болды. Сол кезде біздер досымыз екеуміз Жұбаныш деген Twice'тың 16 шоуын қарап, өзіміз армандаған болатынбыз. Осындай біздің шоуымыз өтсе, яғни осындай кей-поп билерді билейтін команда ашсақ деп. Содан осылай WhatsApp-тан, VK-дан солай қыздар жинап, өзіміздің көзқарастарымыз бір бағыттағы адамдар жинап, осылай зал ашып, сол 5 жылдан бері, биыл 6 жыл болады, дайындалып жүрміз. Жастардың сұранысына сай ма? Сұраныс бар ма жастарға? Жастарда сұраныс бар, яғни Инстаграмда біздерге ай сайын, мысалы, көптегенде бір 20 шақты сообщение келеді, осындай бимен айналысқым келеді, кей-поп бимен айналысқым келеді деген сияқты сұраныс бар. FT-дің шарттары бар ма, мысалы, осында келем деушілерге? FT-дің шарттары негізі біздерде ондай қатты шарттар жоқ, бірақ та 13 жастан бастап, яғни 13-ке толған адамдар бізге келе алады. Айына оплата, кәдімгі бей сияқты. Енді FT Entertainment'ің жетістіктері туралы айтсаңыз, концерттеріңіз болды ма, тағы қандай шаралар ұйымдастырдыңыз? 2017 жылдан бері жетістіктеріміз өте көп деп айтсағымда жаңағыдай өтірік айтпаймын. 2019 жылы бізде Орал қаласында алғашқы фестиваль өткіздік. Сол жылы алғашқы концерттеріміз болды. Енді жыл сайын кей-поп рандом дэнс фестиваль, яғни басқа қалаларға да шығу болды. Ақтөбе қаласында өзіміздің жаңағыдай кей-поп рандом дэнс өткізген болатынбыз. Сол сияқты жетістіктеріміз өте көп. Енді FT Entertainment'ың болашақ жоспары туралы айтсаңыз, алға қандай жоспарлар қойдыңыздар? Жоспарлар ол
Алматы қаласындағы жыл сайынғы K-pop фестиваліне қатысу, яғни 2 жыл бойы соған іріктеу кезеңіне қатысып өте алмай қалдық. Бірақ та жоспарлар сол фестивальға кәдімгідей қатысып, сонда өзіміздің өнерімізді көрсету. Бірақ та арман деп те айтсақ та болады, себебі Кореядағыдай өзіміздің интертеймент продюсерлік орталық ашқымыз келеді. Олай болса, болашақ жоспарларыңызға сәттілік тілейміз, және осындай жастардың ортасы болған FT Entertainment дамый берсін. Рахмет сізге. Рахмет. Привет, меня зовут Вероника. Я танцую в FT с 2020 года. Мне 15 лет, и я увлекаюсь кей-попом с 2019 года. Моя любимая группа — это BTS, и моя мечта — это посетить Корею и, возможно, остаться там. Я один из админов FT Entertainment. Я помогаю организовать концерты, помогаю нашим танцорам, обучаю их и занимаюсь тем же, чем и все остальные. Бәріңе сәлем, менің есімім Мақбота, жасым 17-те, FT Entertainment би қосымшасында администратор болып жұмыс істейтіндердің бірі болып табыламын. Жалпы FT Entertainmentқа қатысып жүргеніме 2 жылдан асты, осы жылы 3 жыл болатын болады. Менің жалпы қызығушылықтарым сол барлық бишілеріміз сияқты K-pop бағытымен де қызығамын. Сонымен қатар кішкентай кезімнен биге қатысқан жақсы көретін болғандықтан осы FT Entertainmentқа келуімнің бір себебі болған болады. Жалпы бізде FT Entertainment'та Бақтиярдан басқа, мен және Вероникадан басқа тағы 2 админіміз жұмыс істейді, яғни Нұржан және Еламан деген тағы администраторларымыз бар. Олармен бірге біздер барлығымыз қосылып, бишілердің жаңағы әртүрлі концерттерде билеуіне, олардың жаңағы өздерінің би техникаларының жақсаруына көмектесуге тырысамыз. Бесеуміз бірге күштерімізді біріктіріп.